Аюдың терісі. Біздің үйде бейне атан түйенің терісіндей отты бұлғарша әдемі де жұмсақ иленген бір үлкен қоңыр аюдың терісі бар. Оның үйіміздің оң жақ қабырғасына іле қойған анда қамғаға байланған гүл тәрізді қоңырқай ғана күйі бар үйіміздің іреңін ашып, сәнін келтіріп тұрады. Отбасымызға бас сұққан адамдардың барлығы да сол бір жақ қабырғаны бірақ алып тұрған аюдың терісін көріп, «О, не деген үлкен, не деген тамаша иленген» десіп, оған көз сұқтарын қадап, ауыздарының суы құри мадақтаса жөнеледі. Тіпті оған көзі түскен біреулер оны сатып ала қоймақ болып, маған жығыла жабысқан кездері де болған. Алайда мұндайда олар қанша жоғары баға қойса да, мен оны оларға сатып бермей қойғанмын. Өйткені бұл аю терісі осыдан 5-6 жыл бұрын ұзақ жерде тұратын нағашы атам. Саған алдыңа салып айдата қоятын қырық серкешім жоқ. Мынаны менің көзімдей көріп, тұсыңа іліп жүр деп әдейі сыйға берген болар. Мен де оны жолдың ұзақтығына қарамастан сонау қиырдан осырақ арып келгенмін. Дегенмен адам баласына жоқшылықпен қол жетіспеушіліктен естетпейді дейсіз. Былтырғы жылы әскери қосында 7-8 жыл міндет өтеп, рота бастығы дәрежесімен кәсіп алмастырып, жерлік орынға қайтып келген кенже інім бұл араға келгеннен кейін үкімет қызметіне орналасуға барлық шарты асып төгіліп тұрса да, қалай екен, 2-3 айға дейін қызметке орналаса алмай, үйімізде бос жүріп қалды. Оның осы жайына бола аудандық кадрлар мекемесіне бірнеше рет барған едім. Жылпыңдаған мекеме бастығы. Әскерден кәсіп алмастырып келгендердің қызметке орналасу мәселесін қолымыз тиіп, әлі де қарай алмай жатырмыз. Және де біраз уақыт асықпай тоса тұр. Арқамнан қағып шығарып салды. Бірақ ел құлағы елу дегендей, ана-мына сыбыстарға қарағанда інімен бірге әскерден босап келгендердің көпшілігі, тіпті шарты оған жетпейтіндер де әлдеқашан бір қызмет құлағын ұстап кеткен тәрізді. Осы бір хабар құлағыма тиісімен, енді үйдегі кісі атқа мініп, мен үйге келген сайын, қолыңнан ештеңе келмейтін бос бөлбеу емес қол. Не елге сөзің өтпейді, не бірер істің ебін де жөндеп келтіре алмайсың деп отыратын әуенімен шығарып алды. Және бір күні ол маған, осы күнде құрғақ сөзбен жұмыс біте ме? Іс басында отырғандардың кеңірдегінен бірдеме өтсе қайтеді деп ақыл салды. Оның бұл ақылы көкейіме қона кеткенмен, артқы есіктен қайдан ашу жөніне келгенде шідерленген ат құсап өз-өзімнен тосыла бердім. Өйткені бір жанұяда жалғыз айлықшы болған, оның үстіне 2 баламды оқытып отырған менің басқаларға бере қоятын ақшам жоқ. Ақша болғанда да біраз қомақтау болмаса, осы күні қолынан іс келетіндер мардымсыз ақшаны ала қоймайды деп еститінбіз. Үстіп қайтерімді білмей дағдарып, басым әңкі-таңкі болып жүргенде үйдегі әлгі сұңғыла әйелім маған тағы да, әлгі бастығыңа ана аюдың терісін апарып берсек болмай ма? Осы күні үйлеріне аң терілерін самсата іліп қою қолы жеткендер қуалайтын бір мода болып бара жатыр емес пе деп ақыл салмасы бар ма? Оның бұл ақылының естігенмен бірнеше күндерге дейін нағашымның көзіндей көретін аю терісін қимай, екі ойлы болып жүрдім де, бір күні бата не де болса тәуекел, кенжінімнің менде қарсы қалмасын деп, аюдың терісін әдемілеп бүктеп, велосипедімнің артына басып алдым да, кадрлар мекемесінің бастығының үйіне апардым да тастадым. Жұмыстың жөні келейін десе оңай екен. Осыдан 3 күн өткен соң інімнің қызметке орналасу мәселесі түбегейлі шешілді де,
Ol hökümet gazynasyndan ay saýyn akça alyp duratan belekde kädir bolup çyga geldi. Osuzdan bir aýdaý wagt ötgeninden keyin çagan meýramy Xitaylardyň ultuk meýramy da keldi. Osu çagan mereke soraýynda birneçe hyzmet desiminiň basy bir araga goşula galgan edi. Olar "Elişujikne, lihatçyga kirip çygaýyk bizden başga eldiň bäri barap jatgan oksaýdy. Biz barmay galsak uýat bolar" desip meni hatarlaryna goşup aldy. Biz bir adam 50 ýuwandan akça çygardyk-da bazardan özümizçe täwül degen bir demelerdi satyp alyp "Elişujikne haýdasyň" dep tartdyk da getdik. Bir görüme biz barganda ol kişiniň uýu oňaş eken. Esikden kire berak meniň gözüm ol kişiniň konak uýunyň gabyrgasynda elewli turgan aýyg terisine düşdi. Öz gözüme özüm senbegende esik gözünde az wagt sileýip durup kaldym. Däl sonuň özü. Elgi bizdiň üýdegi ulkan goňra aýygyň terisi gözüme otdaý ıstyk bolup asynyp barady. Onu görüp meniň jan dünýem ýen galgan jaýlawday bolup kulasyp sala berdi. Ýoldaşlarymyň oýlarynda eşitdiňiz jok. Lişuji sungan temekini tartyp tärelkide turgan çäkirdekden çakyp öz aldaryna gark-gark bolup otur. Al meniň gözüme kança karamaýyn desem-de elsin kabyrgada elegi turgan aýyg terisine kadala berdi. Belkim bul günderi sol bir ulkan-da tamaşa ilengen aýyg terisi aýmakdagyny oblustdagy elde bir awdandagy mälime bir başçynyň öýünde elewli turgan çygar. 2007-nji ýyl. Tursunkan Elkanow. Okugan kabul etmedim.